Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге 3 ақша табу жолын көрсететін боламын. Ол ақша табу жолдарымен сіздер ешқандай ақша салмай ақша таба алатын боласыздар. Және де видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Сол кезде сіздер барлығын түсінесіздер. Және де еш қиындықсыз сол сайттардан ақша таба алатын боласыздар. Және де видеоның соң жағында өте жақсы, өте көбірек ақша табуға болатын жол көрсететін боламын. Ал енді каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыз, себебі білесіздер, бізде әр апта сайын конкурс болады. Комментарий жазып, видеоны көріп, лайк басып жүрген адамдардың арасынан 3 адам 1000 теңгеден ұтып отыратын болады. Жауап біздің телеграм каналға воскресенье күні, яғни бүгін кешке шығатын болады. Әр воскресенье жауаптар шығып отырады. Енді қараңыздар, мен телеграм каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліңіздер, себебі бүгін кешке қарай бір жақсы ақша табу жолын телеграм каналға салатын боламын. Ал енді қараңыздар, бұл біріншісі бот, бұл Kayf Play to Earn бот. Және де бұл жерде бізге жаңа токен таратып жатыр. Бұндай проекттердің көбісі кейде токен таратқанымен листингке шықпай, яғни токен сатылымға шықпай, жабылып қалуы мүмкін. Бірақ бұл проект менің өзімнің ойымша токендерін шығарып, листингке шығып, яғни осы токен жинаған токенімізді сата аламыз деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін көп проекттер болған, мысалы Legion Network деген проект болған, бізге токен тегін алып, кейін сатқан болатынбыз, 25-30 доллардай тапқан болатынбыз. Одан кейін Sweetcoin тоже 50 доллардай, 40 доллардай тапқан болатын. Кейбір балдар бар, 100 доллар, 80 долларға дейін тапқан сол проекттің арқасында. Және де дәл қазір бұл жерде біз просто тегін токен аламыз, сосын сатылымға шыққанын күтеміз, содан кейін сатып жібере аламыз. Бұл жерде ең бірінші біз не жасағанымыз үшін токен аламыз. Бірінші активность жасағанымыз үшін, ойын ойнағанымыз үшін, одан кейін реферал, яғни достарымызды шақырғанымыз үшін. Мысалы активность көрсетейін қазір. Бұл жерде мен барлығын орындап қойғам. Бұл жерде бізге не істеу керек? Заданиялар орындау керек. Яғни Telegram каналына тіркелу керек, Instagramна, Twitterіне. Мысалы қазір мен Twitter аккаунтын ашып қарайтын болсам, мен уже дайын барлығы. Twitter аккаунтын ашып қарайтын болсам, өздеріңіз көргенде 30 000 адам бар, және де өздерінің сайттары бар. Одан бөлек күнделікті жаңалықтар шығып отырады. Соған қарағанда мен өзімнің ойым токен листингке шығып, бізге токен берген токендерін, яғни сата аламыз деп ойлаймын. Өздеріңіз көргенде осы Гонкай дейтін кісі амбассадоры болған екен, осы проекттің амбассадоры деген, яғни лицосы. Осылай жаңалықтарын оқып отырсақ болады. Одан бөлек бұл жерде дәл қазір whitelist, яғни 5000 адам предпродажаға қатысылады, яғни токенді ерте сатып ала алады. Ол жерге қалай қатысуға болады? Мысалы, сатылымға шықпай тұрып, биржаға сатылымға шықпай тұрып токен сатып аласыздар, и биржаға сатылымға шыққан кезде ол ценасы өсіп шығады, сол кезде сата аласыздар. Мысалы, join whitelist деген жерге кіретін болсақ, бұл жерде whitelistке сіз қалай қатысатыныңыз, және де whitelistте ценасы көргендеріңізде 0,1 цент болады. 0,1 центтен кейін биржаға шыққанда өсіп шығуы да мүмкін. Бұл жерде барлығы айтылған. Мен бұндай whitelistтерге қатысуға кеңес бермеймін, бізге себебі тегін ақша керек. Сол себепті де біз бұл жерде жай ғана активность орындап, одан кейін достарымызды шақырып ақша таба аламыз. Мен активность орындағаным үшін маған 50 токен берді. Одан кейін гейм, яғни ойын ойнауға болады. Мен бір ойнап көрдім, бірақ әлі ештеңе тапқан жоқпын. Өздеріңіз көрсеңіздер болады, уақыт көп болады. Бұл жерде рейтингке кірген сайын сіздер Kayf деген осы токенді табатын боласыздар. Одан бөлек достарымызды шақырсақ болады. Қазір қараңыздар, бұл жерде бізге әр шақырған досымызға 30 токен береді. Ол өте жақсы деп ойлаймын, өзімнің ойым. Кейін токен қаншадан сатылатынын білмейміз, бірақ 30 токеннен әр шақырған досқа береді. Яғни ссылкамызды аламыз, просто достарымызға жіберетін боламыз. Ал енді қараңыздар, бұл екіншісі Dogecoin, яғни бот. Бұл жерде біз Dogecoin деген монета жинай аламыз. Бұл Dogecoin деген монета сатылымға шығып қойған, яғни ешқандай қиындықсыз біз бұл Dogecoin'ды теңгеге болса теңгеге, рубльға болса рубльға айырбастап алатын боламыз. Қазір мен сіздерге қалай екен барлығын түсіндірем. Ең бірінші бұл жерде бұндай боттарда білесіздер, ешқандай қиындық жоқ. Просто спонсорларына тіркеліп шығасыздар, одан кейін достарыңызды шақырасыздар. Әр шақырған досқа 0,3 Dogecoin береді. Дәл қазір 1 Dogecoin, ол қазір ценасын көрсете салайын. Міне 0,08 цент тұрады екен 1 Dogecoin, яғни бізге 3 адам шақырсақ 1 Dogecoin таба аламыз. Яғни осы ақшаны 3 адам шақырып таба аламыз. Өздеріңіз көрсеңіздер болады. Dogecoin ары қарай ценасы өсуі мүмкін, немесе құлауы мүмкін. Яғни былайша айтқан кезде сіз Dogecoin'ыңызды жинап, кез келген USDT-ға болса USDT-ға, теңгеге болса теңгеге, рубльға болса рубльға айырбастап ала аласыз. Және де бұл жерде тек қана дос шақырып қана ақша таба аласыздар. Мысалы, RefStats деген жерде бар. Көргендеріңізде 0,3 Dogecoin береміз. Осы ссылканы алып достарыңызға таратсаңыз болады деп жазылған. Одан кейін withdraw деген жерде күнделікті бонус алуға болады, бірақ бонус өте аз, 0,05 Dogecoin береді. Withdraw деген жерге кіріп, сіз осы адреске шығара аласыз, бірақ тек қана FaucetPay деген кошелекқа ғана шығады. FaucetPay деген кошелектің ссылкасы менің закрепленный комментариямда болады. Яғни қараңыздар, просто кіресіздер и міне закреп басатын болсаңыздар, бізде тұр.
міне FaucetPay деген кошелек. Осы кошелектен кіріп сіздер ала аласыздар Dogecoin адрестеріңіз. Қазір қалай алуға болатынын қазір тез кіріп көрсетіп кетейін. Міне ең бірінші кошелек ашасыздар. Мен өзімнің жеке кабинетімде тұрмын. Одан кейін басасыз. Мысалы, одан кейін депозит деген басасыз. И осы жерде адрестер шығады. Осы жерден копировать етіп ала аласыз. Мысалы, менде Dogecoin тұр, міне. Осыны копировать етіп алам. Сол ботқа қоямын. Ешқандай қиындығы жоқ. Минимальный сумма бұл ботта дәл қазір жоқ. Қалаған ақшаңызды сіз шығарып ала аласыз. Ал енді үшіншісі бұл футбол. Бұл жерде бізге ең басында $5 бонус ретінде береді. Бірақ ол $5 біз шығара алмаймыз. Минимальный сумма шығаруға болатын $20 бұл жерде. Бұл $5 мен біз матчтарға ставка қоя аламыз. Яғни осы матч деген басасыздар. Мен қазір көрсетпеймін. Матч деген басасыздар и 4-4 деген шөт қоясыздар. Барлығын өздеріңіз түсінесіздер деп ойлаймын. Просто кез келген жақын жарты сағат 10 минут ішінде болатын матчтарға кіресіздер, 4-4 деген шотқа қоясыздар. Одан кейін одан бөлек инвест деген бар, яғни осы жерге инвестировать етуге болады процент, яғни көргендеріңіз Daily Return 1.32 деген, яғни бір жылға істей аласыздар. Қателеспесем End Collection, яғни бітіп кеткен Daily Pick Up деген қазір осы деген сияқты деп ойлаймын. В основном бұл жерде ақша табу жолы бұл матчтарға қою. Яғни сол $5 аласыз, күніне 4-5 матчқа қоясыз. Примерно күніне осы ақшаны 15%, 20%-ға дейін прибыль ала аласыз. Яғни осы ақшаның үстіне $1, $1.5 күніне алуға болады деп ойлаймын. Бірақ жаңа айтқанда минимальный сумма $20 шығаруға болатын. $20 одан бөлек агент деген бар. Яғни достарыңыз шақырсаңыздар, сіздерге бонус береді. Бонус болғанда достарыңыздың ставка қойғанына қарай процент береді. Одан кейін мысалы withdraw жасайтын болсақ, withdraw и банк карта USDT деп тұр. USDT-ны таңдайсыз и осы жерге адрестеріңізді жазып шығасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Мысалы wallet name TRC20 деген сияқты деп ойлаймын. Мына TRC20 и осы жерге Binance-тан адрестеріңізді алып келіп қоясыздар. Міне дәл қазір мен сақтап тастадым, көргендеріңіздей басамыз. И міне менде қазір $5 тұр, минимальный сумма шығаруға болатын $20-дан $500-ға дейін деп тұр, яғни мен қазір ақша шығара алмаймын. Тек қана бізге дәл қазір просто осы ақшаны көбейту керек, содан кейін шығарып алуға мүмкіндігіміз бар, ешқандай ақша салмай. Ал енді кейбір адамдар білмейді, бұл біздің Telegram канал. Әр видеода описанияда және де закрепленный комментарийда осы Telegram канал тұрады. Бұл Telegram каналда YouTube-қа шықпай қалған ақша табу жолдары шығып отырады. Одан бөлек, мысалы, розыгрыштардың жауаптары бәрі осыған шығып отырады. Мысалы, закрепленный сообщение деген бар. Көп адам осыны білмейді. Мені іздеп жүреді. Осы закрепленный сообщениені бассаңыздар, менің личкам тұрады. Мені LC деген тұр, басасыздар, мен шығам. Менде өзімнің избранным шығады, ал сіздерде мен шығамын. Одан бөлек бұл жерде конкурстың условиясы жазылған, одан бөлек стабильный төлеп тұрған сайттар жазылған.